Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін 4-ші сабақ. Жалпы бүгін кішкене стильмен жұмыс жасайтын боламыз. Кеше сіздермен бірге осы мәліметтерді алған болатынбыз. Енді осы алынған мәліметтерге стиль беретін болсақ, ең алдымен Bootstrap'ты біз қосқан едік. Яғни мына жерде мен Bootstrap'ты қосып қойдым, Bootstrap'қа сілтемені. Және де осы Bootstrap'пен жұмыс жасау үшін ең алдымен мысалы контейнер деген осындай бір divті құрайын. Div, яғни оның класы контейнер. Және де осының ішінде Bootstrap'ның ресми сайтына қарай өтетін болсаңыздар, мына жерде осы карточка түріндегі мысалдар бар. Яғни қалай осы мысалдарда мына жерде бағана көшіріп алған кодты осы жерге салып қойсам болады. Және де бұның ішінде қарапайым осы кодты көшіріп алайық. Яғни контейнердің ішінде қоямыз. Және де мына жерде кішкене дұрыстап жіберейік. Кішкене HTML кодтар дұрыс болмай қалды. Div'те де кішкене жылжытып жіберейік. Енді осы жерде карт класы ол негізінде карточканы бейнелейді. Мына жерде width деген жерде оның ұзындығы. Және де мына жерде мысалы астында img дегеніміз ол мына суретте көріп отырғандарыңыздай ең бірінші тұрған осы жоғары жағында тұрған сурет. Және де оның астында card body деген жерде оның яғни карточканың денесі. Бұл жерде 3 бөлік бар. Card title, card text және де батырма. Card title ол мына жерде тұрған осының карточканың атауы және де оның сипаттамасы, ал астында қандай да бір іс-қимылды білдіретін кнопка. Енді осыны өзіміздің мәліметімізбен байланыстырайық. Ол үшін біз мына жерде for each'ті көшіріп аламыз. Яғни for each'ті мына жерде карт дегеннің сыртына қарай қоятын боламыз. Және де астында осы картты жабамыз. Яғни бұл дегеніміз for each'тің ішінде тұрған барлық HTML код for each қанша рет орындалады, сонша рет соларда орындалатын болады. Енді суретке сілтеме қоятын болсақ, бұл жерде бізге мысалы product, оның ішіндегі image деген бағанды алатын боламыз. Енді обновить ететін болсам, міне бізге уже мына жерде көріп отырғандарыңыздай 2 карточка шықты. Енді осы карточкаларды баған бойынша орындайтын болсақ, мына жерде класс карттан кейін біз мысалы келесі бір Bootstrap классы көрсетсек болады. Ол call md4, яғни осы бір жолда жалпы бағандар 12 болып, Bootstrap'та стандартты бағандар саны 12. Енді соны 4-ке бөлетін болсақ, бір жолда осындай 4 карточканы қоя аламыз. Бұны білмесеңіздер, сіздер интернетке Bootstrap Flex System деп жазсаңыздар, барлығын сіздерге көрсетіп беретін болады. Мына жерде немесе Flex Grid деп көрсетсеңіздер, мына жерде қалай бағандармен жұмыс жасауға болады. Мысалы, бағандардың реттілігі секілді көптеген осындай мәліметтер бар. Енді обновить етеміз. Мына жерде қосылған жоқ, өйткені біз мына жерде бұл Bootstrap'қа row деген класты берген жоқпыз. Енді обновить етеміз, енді қосылды. Біз көрсеткен карточкалар бір бағанға, яғни бір жолға шықты. Енді біз мына жерде card title дегенге өзіміздің осы тауардың атауын көрсетеміз. Ол product және де name. Ал text деген жерге біз өзіміздің тауардың сипаттамасын көрсететін боламыз. Description және де батырманың атауын толық мәліметте өзгерте салайық.
мына жерде бізге осы тауардың жалпы сипаттамасын және де атауы мен суретін шығарып берді. Енді бұған кішкене стиль қосатын болсақ, margin top дегеніміз, яғни жоғарғы жақтағы бос орын, яғни отступ, міне кішкене астына қарай түсті. Енді бізге жалпы бір бағанда тек қана осы 3 карточка сияды. Сондықтан да біз осы карточкаларды яғни ортаға қарай жылжытайық. Ол үшін justify content center дегенді көрсетеміз. Міне карточка ортаға қарай жылжыды. Енді карточкалардың арасында кішігірім отступ көрсететін болсақ, margin right 1 деп жазамыз. Яғни мына кішігірім ашылды, немесе 2 десек, тағы да кішігірім ашылатын болады. Енді келесі кезекте стиль беру үшін біз client assets және де CSS деген папканың ішінде style CSS деген осындай файл бар. Енді осы файлдың ішінде біз картқа биіктік берейік. 500 пиксель болсын. Және де сақтаймыз, обновить етемін. Суреттің биіктігін өзгерту керек. Суреттің биіктігі ол карт img top класы және де оның ішінде height-ке 250 пиксель, яғни осы карточканың жартысын алсын. Кішірейді. Енді келесі кезекте сөзді кішірейту керек, өйткені сөз сыртына қарай шығып кетті карточканың. Сөзді кішірейту үшін бұл сөз негізінде card text деп аталады, бұл класс сөздің класы, яғни осы жолдың класы. Біз бұны JavaScript-те ашамыз, және де JavaScript-те basic деген осындай айнымалыны қояйық. Document get elements by. Енді келесі кезекте цикл құрамыз. Бар емес, бізде desk. Одан кейін барып, біз inner HTML деген сөзді өзгертетін боламыз. Inner HTML нүкте substring және де өлден мысалы 15-ке дейін деп алсақ, 15-ке дейін қысқартпасақ. Енді бұл өте аз, сондықтан да 150 деп көрейік. 150 сөзге дейін алды. 180 деп көрсек болады. Яғни кішкене жақындаса, көріп отырғандарыңыздай бізде мысалы 400 сөз болса, яғни 400 символ болса, біз осы скрипттің көмегімен оның тек қана 180-ін ғана аламыз. Сол кезде бізде осы карточканың сыртына біз берген тауардың сипаттамасы шығып кетпейтін болады.